Әкем екеуміз үлкен қалада әкемнің әскерде досы болған кісінің үйіне 3 күн қонақ болдық. Өзі сөзшең кісі екен. Бір қарағанда әйелі де жақсы жан сияқты. Жалғыз ұлы ғана бар екен. Есімі Жеңіс. Екеуміз құрдаспыз. Тек туған айларымызда ғана айырмашылығы болмаса. Ең қызығы, Жеңіс те мен оқитын университетке тапсырған екен. Факультетіміз бөлек. Ертеңіне әкем Жеңісті ертіп алып универге құжат тапсыруға келдік. Адам деген өте көп. Кезектің өзін күту. Әйтеуір ұрыс-керіс. Одан соң жатақхананың жыры. Әйтеуір солай 3 күніміз өтті. Сол 3 күнде Жеңіспен тез араласып кеттім. Әкесі сияқты сөзшең екен. Өз қаламызға қайтатын күні әкемнің досы сөз арасында: «Досым, менде ұл бар, сенде қыз бар.